Жыл сайын темекіден 8 миллионнан астам адам қайтыс болады. Темекі шекпейтін бірде 3 миллионға жуық адам пайдаланылған түтінге тұншығады. Темекі шегетіндер темекі шекпейтіндерге қарағанда жүректің ишемиялық ауруы мен цереброваскулярлық инсульттан 2-4 есе жиі зардап шегеді. Тіпті пайдаланылған түтінге ұшыраған адамдардың да ауру қаупі 25-30%-ға артады. Электрондық темекі, оның ішінде никотинсіз өнімдер де денсаулыққа зиянды. Темекі шегуден бас тартқан кезде, соңғы темекіден кейін 20 минут өткен соң жүрек соғу жиілігі азайып, қан қысымы төмендей бастайды. 12 сағаттан кейін организмнен көміртегі тотығының артық мөлшері шығарылады, оттегі деңгейі жоғарылайды. 2-12 апта ішінде қан айналымы жақсарады және өкпенің функционалдық қабілеті артады. Темекі шегуден бас тартқаннан кейін 1 жылдан кейін жүректің ишемиялық ауруының даму қаупі 2 есе азаяды.